Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Дәл осындай сырный шарики жасағыларыңыз келсе, менің видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Өте дәмді әрі ассортидің арасына қойғанға ерекше болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уызын бөліп аламыз. Бұл жерде менде 3 ақ уыз, оның үстіне шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Қою масса болып, ыдысымызды төңкерген кезде түспейтіндей массада болу керек. Міне осындай болып шығу керек. Енді оның үстіне 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жай араластырамыз. Ақ уызымыз басылып қалмау керек, сондай воздушный болып тұру керек. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне үккіштен өткізілген сырымызды салып, тағы да араластырамыз. Бірден сырымызды көп салып жібермейміз, бөліп саламыз. Барлығын салып араластырып болған соң, осылай қолдың көмегімен кішкентай шариктар жасап аламыз. Ол жасаған шариктарымызды алып панировочный сухарикке қойып, осылай барлық шетін сухарик жабатындай етіп аунатып аламыз. Майымызды қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне осылай біртіндеп сырларымызды салып, екі шеті қызарғанша араластырып тұрамыз. Қызарғанша қуырып алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуында өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Міне сырный шарикаларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ, хрустящий болып қытыр етіп тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрі ассортидің арасына қойғанға өте әдемі болып көрінеді. Және де тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан желініп кетеді, жұмсақ. Үлкендерге де, балаларға да ұнайтыны сөзсіз. Сіздер де жасап өз ойларыңызбен комментарий бөліміне бөлісе кетіңіздер. Рахмет.